Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар? Бүгінгі біздің екінші лекциямыз фольклордағы тұрмыс салт жырлары. Жоспар: фольклордағы тұрмыс салт жырлары, тұрмыс салт жырларының түрлері және тұрмыс салт жырларын зерттеушілер жайлы айтамыз. Тұрмыс салт жырларында көне эпостық шығармаларға негіз болған мұң шер өлеңдері мен саят жырларынан бастап халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігіне байланысты қуаныш пен сүйініш күйініші көрінетін лирикалық ән өлеңдер де тарихи шағын жырларда кездеседі. Тұрмыс салт жырлары қазақ халқының әдет ғұрып салт жораларына байланысты туындаған өлең жырлар. Қазақ фольклорының ежелгі әрі маңызды жанрларының бірі. Олар халықтың тұрмыс тіршілігіне, салт дәстүріне, күнделікті өміріне байланысты туған шығармалар. Бұл жырлар белгілі бір өмірлік оқиғаларға, дәстүрлі рәсімдерге және салт жораларға арналып айтылған. Тақырыбы жағынан қандай мақсатта қолданылуына орай бірнеше топқа жіктеледі. Тақырыбы жағынан қандай мақсатқа қойылды, алдына қандай мақсат қойылды. Соған байланысты мысалы тұрмыс салт өлеңдері, төрттілік туралы өлеңдер, наурыз өлеңдері деген сияқты. Болмаса дінге байланысты салт өлеңдері, атап айтар болсақ жарапазан, арбау, жалбарыну, бақсы сарыны, бәдік, үйлену, салт дәстүр өлеңдері, тойбастар, жар, сыңсу, беті шар, мұң шер өлеңдері, қоштасу, естірту, көңіл айту, жоқтау, осының барлығы да тұрмыс салтқа жатады. Осы халық басынан өткен оқиғалардың барлығын әнге, жырға қосып отырған. Сондықтан да біз оны тұрмыс салт жырлары деп атаймыз. Ерекшелігі ежелгі адамдардың еңбек кәсібі, түрлі тотемдік түсініктері, табиғаттың жұмбақ сырларына үңіліп, оған табынуынан туындаған ұғым түсініктерді сипаттайды. Мысалы Қамбар ата, Шопан ата, Зеңгі баба, Ойсылқара, Шекшек ата деген сияқты. Түркі халықтарының тұрмыс салт жырлары тақырып, мазмұн, түр, жанр жағынан ұқсас келеді. Мысалы, нәрестенің дүниеге келуі, үйлену, дүниеден қайту, жаңа жыл салтанатты еңбек мерекесі, дәстүрлі салтанаттар түркі халықтарының өлең жырынсыз өтпейді. Түркі халықтарына ортақ дүние тұрмыс салт жырлары. Сонда бұл түркі халықтарына тән дүние. Бүкіл тұрмыс салтында болып жатқан дүниені өлеңге, жырға қосу. Сондай-ақ тұрмыс салт жырларының ерекшеліктері әлеуметтік тұрмыс пен дүние танымының көрінісі көрінеді. Салт дәстүрлер мен наным сенімдердің сақталуын байқаймыз. Әуенділігі мен мәнерлілігі оның ерекшелігі болып саналады. Ұрпақтан ұрпаққа ауызша берілуі бұл ауызша тарағандығының негізі болады. Бұл жырлар халықтың мәдениетін, тұрмыс тіршілігін, дүние танымын көрсететін баға жетпес рухани мұра болып саналады. Зерттеуіне келетін болсақ, қазақ зерттеушілер тұрмыс салт жырлар атты терминді түрліше қолданған. Салт өлеңдері деді мысалы үшін Әбубәкір Дибаев, Бейсенбай Кенжебаев. Сарындама деді Ахмет Байтұрсынұлы. Сыршылдық салт өлеңдері деді Мұхтар Әуезов. Салт өлең жырлары деді Сәкен Сейфуллин. Тұрмыс салтқа байланысты туған шығармалар деп көрсетті Мәлік Ғабдуллин. Әдет ғұрыппен байланысты өлеңдер деп жазды Бекмұрат Уахатов. Уахатовтың қазақтың халық өлеңдері еңбегінде тұрмыс салт жырларының көне түркілік дәуірден бергі үлгілерімен жинау, зерттеу жайы жан-жақты қамтылып, өлеңдер жанрлық тұрғыдан 4 түрге жіктелген. Тұрмыс салт жырларының ең бай және кең тараған түрі төрттілік малға байланысты туған өлең жырлар. Төрттілік туралы өлең жырлар ерте заманнан бері халықпен бірге жасасып келеді. Ерте кезде адамдарда әртүрлі түліктің иесі бар деген түсінік болған. Оларға ат қойған, әрқайсысының жаратушы иесі бар деп түсініп, оларға жалбарынған. Мысалы, қой атасы Шопан ата, сиыр атасы Зеңгі баба, жылқы атасы Қамбар ата, түйе атасы Ойсылқара, ешкі атасы Шекшек ата. Шопан атадан тегенде құйрық қошқар бер, малды берсең қойды бер. Қамбар атадан айғыр берсең үйірі толған байталды, өңкей мама бие бер. Зеңгі бабадан сиыр берсең өңкей сүтісін бер. Ойсылқарадан маң басқан, шудаларын шаң басқан, жүнді, сүтті, күшті түйе бер деп жалбарынады. Халық ауыз әдебиетінде аңшы мергендермен қатар алғыр, қыран құстар мен жүйрік тазылар да өлеңге қосылған. Өлеңдерде олардың адам баласына пайдасы, көмегі, атқарған қызметі баяндалған. Халық арасында таралған әннің бірі Көкжендет. Көкжендет
тұғырың алтын жібек баулы, бар мекен көк жендеттей қыран шәулі, күніне 30 үйрек 40 қаз іліп, кеш болса отырушы еді тояттаулы деген жолдарда көкжендеттің алғырлығы, тигізген пайдасы туралы айтылған. Яғни қазақ қоғамындағы аңшылық кәсібі осы көкжендет арқылы берілген. Осы сияқты қазақ қоғамындағы кез келген кәсіпке, тұрмыс тіршілікке байланысты жырды тауып айтуға болады. Қорыта келгенде, кез келген халықтың өзіне тән тұрмыс тіршілігі, салт санасы, әдет ғұрпы болады. Қазақ халқының ауыз әдебиетінде тұрмыс салтқа, әдет ғұрыпқа, салт дәстүрге байланысты туған шығармалар тұрмыс салт жырлары деп аталған. Тұрмыс салт жырлары мазмұны жағынан бірнеше түрге бөлінетіндігіне біз көз жеткіздік.